Ассалаумалейкум, эфирде нетиже программасы бүгін февральнан 6-сы студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев çalışам. Да ең аз учай апсте қалажақлар Русияның Женеберби махкемесі Бақшысарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған 8 Қырым татарына сыңғырланма тедбіріні uzatты. Сөз Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирияев, Эрнес Аметов, Сервер Мустафаев, Эдем Смаиловнан давасы аққанда кете. Ишғалжилер, оларны 2017 сенесі Куздеви, 2018 сенесі барды тұтқан еді. Эпсіна Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлары. Ахмеджеттің Ишғалжилер махкемесі Веджия Кашка давасы бойынша адвокат Николай Полозовның шикаятыны бақмаға істемеді. Махкеме топлашуыны адвокатқа хабер етместен башқа күнге кечіргенлер. Полозов айтқанына көре, бөле шекілде махкеме Ишғалжы құбетшілер тарафына тұрып, Веджия Кашка өлімінде қабатлы олған инсанлар жезаланмасына ел бермейдек ола. Николай Полозов 2-ші ел Веджия Кашканы яқылаған құбетшілерге қаршы жинайдава башлатылмасыны талап еті. Бұл вақыт девамында топланған делиллер, шаатларының танықлары милли әрекет іштіракшысыны Ишғалжилер яқалағаны вақыт өлдіргеніні таздықлай. По материалам сразу становится видно, что дыхание Веджия Кашка остановилось спустя 9 минут после окончания следственного действия. То есть на протяжении всего этого времени машина скорой помощи должна была везти Веджия Кашка в больницу, и были очень хорошие шансы ее спасти. Но из-за халатности следователя МВД этого сделать не удалось. Milli әрекет іштіракшысы 2017 сенесі ноябрьнан 23-шінде әжілі ярдым машинасында жан берді. Оқыны ФСБ қадемлері оны Бегерде Герменже, Казим Аметов, Асан Чапух ве Руслан Трубачелі яқаламаға тұрышты. Санки дерсін олар түрк ватандашындан пара талап еткен. Сув құтлығы февральнан 10-дан Ахмеджетте хаммам, бассейн ве машина ювов меркезлерінің қапатажақлар. Бұл мәліматына Украина президентінің Қырымдаки сабық темсілжесі Борис Бабинде таздықлады. Ахмеджеттің Ишғалжилер мемориетінде айтқанларына көре шиддетлі яғанақлар олмаса сув тек кележек 100 күнге қадар ете біле. Шер сакинлері есе сувны жедвел бойынша алажақ. Суық суынен саба ве ақшамлары құланмақ мүмкін олажақтыр, сыжақ суынен есе тек ратлық күнлері. Борис Бабин Украина акимиетіні Руслар әле сув берілігі бойынша ичбір аңлашма кечірілмемесі бойынша тенбиеледі. Реальні фактори – це погрози і гроші. Росія погрожує військовим вторгненням і пропонує українським посадовцям, як то кажуть, в кишеню величезні суми. Це не є таємницею, бо така сама політика була і за попередньої влади. Суми озвучувались фантастичні, в сотні мільйонів доларів. Звісно, може Росія для картинки когось там і звільнить, через тиждень захопить чи більше, бо у неї в заручниках 300 тисяч кримських татар в Криму, Росії є кого захоплювати, це буде нескінченно. Тому, на жаль, це дуже і дуже небезпечно. Блок етілген Юқара Шура трибунасы векотек. Бұңа себеп Юқара Шурада бақылған топырақ базары қанун лейхасы олды. Үкімдарлық еткен Слуга народа фракциясынан темсілжелері не олса да топырақ сатылышына олған мораторийны рет етмеге істей. Депутатлар геджесінен біле чалышмаға азыр екен. Ләкен депутатлар тек 5 сааттан қанун бақылмасына кечіп болды. Саба топлашуы ачылғанынен тенефус илян етілді. Сонра есе трибуна ве президиум блок етілігі башланды. Спикер еріні Юлия Тимошенко запт етіп бірқач саат турмады. Трибуна янында есе депутатлар бірі-біріні итеп, қавға ве котек башлаттылар. Спикер Дмитрий Разумков айтқанына көре ақшам топлашуына саат 19-ға қадар девам етежеклер. Депутатлар бұл қанун лейхасына теклиф етілген 4,5 бинг деңішмені бақып шықмалы. Донбасста бір Украин арбей яраланды. Уммен алғанда кечкен күн Ишғалжилер 13 кере атеш кес режиміні бозды. Украин позицияларны олар Минск анлашмалары ясақ еткен 120 калибрлы мина топлары ве танқа қаршы ракета системаларынан ұжым етті. Бірчоқ қой ве қасабада атешке оғратылды. Истихбарат білдіргенне көре Донецк ве Луганск вилаятлерінің вақтынже ишғал етілген районларына рус кураторлары келген.
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває комісія Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, до складу якої входять офіцери Михайлівської військової артилерійської академії, що знаходиться в місті Санкт-Петербург. Devlet hizmetlerini berov Diya mobil ilavesi işke tushiruldi. Shimdilikanda aydavchi vesiqasi ve arabanın texniki pasportuna yuklemek mumkin. Patrul to'xtatsa, aydavchi vesiqalar yerini ilavida olgan QR kodni ko'rsatadi. Bu hafta yangi hizmetlerini ishga tushirmaga ishondiradilar. Yil davomida da 50 devlet hizmetlerinin ve vesiqalarının elektron versiyalarini yapacaklar. Bu sırada hem ichki hem de chet el pasportlarının. Bu ishga mas'uliyatli olgan sifrovoy transformatsiya nazirligida aytganlarına ko'ra, kelajak 3 yil ichida butun xizmetlerini Diya ilavesinden bağlayacaklar. Наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтернету. У тому числі голосувати, і це наша мрія, і ми це зробимо, голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Це виклик амбітний, але досяжний. Перш за все, цифрова грамотність. Це те, що сьогодні є основою конкурентоспроможності нашої країни в світі. І це виклик, який ми також приймаємо. За 3 наступні роки ми маємо намір навчити користуватися, тобто фактично розвинути свої цифрові навички, як мінімум 6 мільйонів українців. 1+1 медиагруппасының редакциясында тинтов кечірілген соң олар президент ве Юқары Шура спикеріне СБУның әрекетлеріне шикайет етті. Кечірілген тинтовны мұстақыл медиаға басқы деп таныйлар. Украина телекеслік қызметінің елбашысы тинтов баш назирінің кабинетінде сес языларынан бағлы башлатылған жинай дава бойынша кечірілді деп хабер етті. Таққатның малыматына көре бұл язуларға 1+1 телеканалының секретный материалы лейхасы қадемлерінің алақасы ола біле. Халық депутаты олған телеканалының сабық ел башысына вазиет бек ачуландырды. З точки зору здравої логіки, нам би в першу чергу мало бути відомо, що такі самі обшуки проходили в кабінеті міністрів. В першу чергу, тому що це місце, де проходив цей запит. Оскільки цього не було зроблено, в першу чергу вони дійшли до журналістів, то мене серйозно перестороги вважати, що це в першу чергу тиск на журналістів, які могли в той чи інший спосіб висвітлювати ці події. Тому мені такий підхід є незрозумілим. Я вважаю, як колишній журналіст, що це обурлива історія, прецедент. Туневін Украина телекеслік қызметінің таққатшылары секретный материалы программасынан муариретіне келіп, махкеме рұқсетіні көстеріп, сес языжы әлетлеріні қыдырды. Олар вастасынен журналист Евгений Куксин, баш назир Алексей Гончарукның иштирагы ile devletінің иқтисади вазиеті бойынша топлашуында сеслеріні язған дейлер. Телеканалдан бір қач компьютерін алып кеттілер. Фаджиялы Сефер 3 инсан Истанбулда учақ қазасында илак олды, 179 инсан яраланды. Олар арасында 9 мемлекет ватандашы. Бұл сырада Түркия, Америка Бірлескен Девлетлері, Қытай ве Ирак ватандашлары. Боинг Сабиха Гюкчен авалиманында қонғаны вақыт учув қонов yoluna урылып парчаларға бөлінді. Учақ қонмасына бір қач даққа қалғандағы yolcular күчлі сарсынты дойды. Учақ учуп қону yolағы kenarına урылып бір қач парчаға бөлінді. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. 3 yolcu elak oldu. Boeing қазадан сон парчаланғанына көре yolcularını tek mucizeя құртарды. Yaralanғанларының ekseriyeті хастаханеде, учу реанимацияда. 737 Боингы İzmir'den İstanbul'a келейді. Seferini Türkiye'nin Pegasus Airlines aviaşirketi becireydi. Şirketimizin yıllık bazda skorları Avrupa Birliği standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilirler.
Кону вақтында не олғанны білмек үшін бұтун геджия учақның парчалары арасында қара құтуларыны қыдырдылар. Сабадан учақтан yolcularının бұтун шейлері ве багажны чықары башладылар. Тақиқатчылар қазанын ресми версиясыны сеслендірді. Қаза бозулған авадан олды дейлер. Яғмурнен күчлі ел олғаны үшін пилотлар сыла күчу йолағында учақны идаре етіп оламағанлар. Сөз сырасы бұл айнерден евел қонмақ керек олған дайқы учақ телікені дуи башқа авалиманға йол алды. Қазаны Түркияның баш прокуратурасы тәтқиқеті жеяқ. Анна Макаренко, Заман, АТР. Түркияның Бақчисарай шайры жыварында дауч инсаннан жесетіні чықтыбынден таптылар. Бөлелекнен чық тұшывы нәтижесінде 41 инсан елак олды. Бұрынжы чық араба yoluna тұшып микроавтобус ве қар темізлеген машинаны қаплады. Соныр ауларына құртаруф операциясы өткерілгені вақыт да бір чық тұшып құртаржыларына да қар түбінде қаплады. Ғайып олғанларына көпеклер ярдыманен қыдырдылар. 47 инсан хастаханеде қалмақта. Оларына түнебін қар түбінден чықарып олдылар. 6 инсан ағыралда реанимацияда болуна. Импичмент лягойтылы Америка Бірлешкен Девлетлерінің Сенаты Дональд Трампны ақылап бұтын қабатлауларыны алды. Юқары палатада чоқлықны жұмхуриетчілер тешкілеті. Президентте импичмент илан етмек үшін рейлер етмеді. Сентябрь айында демократлар Трампны Владимир Зеленскийге басқа етіп, өз рақыбы Джо Байденнің қорантасына қаршы Украинада жинай дава башлатылмасыны талап етті деп қабатладылар. Дональд Трамп есе бұтын қабатлауларыны рет етеді. Сенатта Риберовнан нәтижелеріні білген сон, о Твиттерде «Эбеди президентім» деп шақалы видео ерлештірді. Бұда қада нәтиже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Атырден есе айырылманыз көрішкенже.